сіздермен Айғаным Зылпиева, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін 8-ші сынып жасөспірімдер олимпиадасы аудандық кезеңінің тапсырмаларын бірге қарастыратын боламыз. Бірінші есепте бізде тағамдық қоспа деп аталады. Оған біз 8 балл беріледі. Бұл жерде жасырын формула берілген, соның массалық үлесін атомдық массаларына бөліп шығарамыз. Екінші есепте бізде жұмбақталған есеп деп аталады. Оған 7 балл беріледі, яғни А, В, С, Д, Е заттары берілген, соған нақты формуласын жазып, реакция теңдеуін теңестіріп қарастыратын боламыз. Ал бізде үшінші есепте химиялық өзгерістерді жүзеге асыру деп аталады. Бұл жерде бірнеше химиялық формулалар берілген, оны жүзеге асырамыз, яғни бір заттан екінші затты алу қажет болады. Бізде күкірт мырыш сульфиді, күкірт сутек, күкірт оксиді, күкірт қышқылы, натрий сульфаты, натрий хлориді берілген. Яғни бір заттан екінші затты айналу теңдеуінің барлығын жазып алып, реакция теңдеуін құрастырып, тұнбалардың белгісін қойып шығамыз. Бізде келесі есеп төртінші есеп деп аталады. Қоспаға 9 балл беріледі. Бұл жерде кальций гидроксиді, кальций карбонаты, кальций сульфаты берілген. Осылардың жалпы массасы 15,5 грамм. Берілген жазып, шешуін жазып, реакция теңдеуін жазып құрастырып аламыз, теңестіреміз. Пропорция арқылы шығарамыз. Есептің жауабы 23,87 шығады. Қалдығымыз кальций сульфаты деп аталады. Келесі есеп бізде 5-ші есеп ергіштік. Ергіштікке 6 балл беріледі. Яғни 70 градус пен 30 градус кезіндегі калий хлоратының массасын тауып аламыз. Одан кейін судың қатысында жеке-жеке массасын тауып пропорция құрамыз. Есептің жауабы 5,4 шығады, бірақ 16,2-ден 5,4 азайтқандағы есептің жауабы нақты болады. Сіздермен болған Айғаным Зылпиева, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.